Егер бұл ритм бұзылса, мысалы, кеште телефон, ямаса телевизор экраны алдында ұзақ уақыт қалып кетсек, ямаса үздіксіз ұйқы уақытымызды өзгертіп жіберсек, миымыз мелатонин деп аталушы ұйқы гормонын аз іздеп шығарады. Нәтижеде ұйқылай алмаймыз. Ал мелатонин өзі не, һәм ол қандай істейді? Мелатонин бұл инсан денесінде іздеп шығарылатын табиғи гормон. Оның тек арғы вазипасы болса, ұйқы гормонын басқару. Мелатонин базада ұйқы гормоны деп те айтылады. Ол тикарынан миде эпифиз безінде іздеп шығылады. Күндіз құяш нұры инсан көздеріне түседі. Мидегі арнаулы рецепторлар жақтылықты сезеді, һәм дене мелатонин іздеп шығаруды тоқтатады. Сол себеплі біз сергек һәм энергияға толы боламыз. Қараңғы түскенде болса, көздер жақтылықты аз қабыл етеді. Ми мелатонин іздеп шығара бастайды. Мелатонин қанда көбейгенде денеміз дем алу һәм ұйқылау уақыты келді деген сигнал алады.